Қайырлы күн, бетке арналған толық массаж түрін бастайық. Ең алдымен иығымызды жоғары көтеріп, терең дем алып, жауырынымызды аша, иығымызды домалата айналдырамыз. Сол қолымызды оң жақ иығымызға қойып, басымызды сол жаққа бұрып, 30 секундтай тұрамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Сондай-ақ терең дем алып, тұруды ұмытпаймыз. Мойнымызды оңнан солға, солдан оңға қарай кезек-кезек айналдырамыз. Осылайша қан айналымын жақсартамыз. Енді кеудемізді толық домалата, саусақтарымызбен жайлап массаж жасап уқалаймыз. Ендігі келе жаттығуымыз мойын және кеуде тұсындағы сүйектің жан жағын жайлап, саусақтарымызбен массаж жасаймыз. Біз бетімізге массаж жасамас бұрын ең алдымен мойыннан, кеудеден бастаған дұрыс. Сол кезде біздің жасаған массажымыздың эффектісі жақсырақ болады.
Енді мойынның артқы тұсына, жауырынға массаж жасаймыз. Сондай-ақ массаж жасаған кезде крем, май қолдануды ұмытпаңыздар. Әрине, құлағымызды да ұмытпаймыз. Құлақтың жан-жағын және құлақтың өзіне жайлап, саусақтарымызбен жақсылап массаж жасаймыз. Қолымызды кеуде тұсына қойып, мойнымызды жоғары көтереміз, яғни шалқаямыз. Енді екінші жаққа дәл солай қайталаймыз. Осылайша алма-кезек екі жаққа қайталап жаттығу жасаймыз. Енді бас бармағымызды астыңғы иегімізге қойып, жайлап екі жаққа тартып сипалаймыз. Бұл біздің екінші иектің бұлдырмауына септігін тигізеді. Енді саусақтарымызды астыңғы иегімізге қойып біраз басып, екі жаққа жоғары қарай тартып бекітеміз.
Енді үстіңгі жаққа да дәл солай қайталаймыз. Біраз басыңқырап тұрып, жоғары қарай тартып, бекітеміз. Енді көздің астын жайлап екі жаққа тартып сипалаймыз. Барлық біздің қозғалыстар жоғарыға бағытталған. Ендігі кезек біздің мұрнымызға арналады. Мұрынның жоғарғы жағынан төмен қарай сипалап, мұрынның екі жанына бекітеміз. Сондай-ақ өздеріңіздің қалағанша мұрындарыңызға массаж жасап, жаттығу жасасаңыздар болады. Енді бас бармағымызбен қасымыздың астыңғы тұсын, яғни қабағымызды екі жаққа құлақ тұсына қарай тартып сипалаймыз. Келесі біздің жаттығуымыз маңдайымызды жоғары көтеріп, саусақтарымызбен массаж жасаймыз.
Келесі біздің гимнастикалық жаттығуымыз көзіміздің екі жақ жанына саусақтарымызды қойып, көзімізді қысып және кеңінен ашамыз. Бұл біздің көзіміздің ісінгенін және көздің жақсы көруіне, сондай-ақ көздің жанындағы әжімдерді болдырмауға септігін тигізеді. Енді соңғы гимнастикалық жаттығуымыз астыңғы жағымызды төмен қарай тартамыз. Бұл біздің ерін мұрын жанындағы әжімдерді болдырмауға септігін тигізеді. Осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.